На базаре Алтынорда отказываются обслуживать клиентов, кроме как на казахском языке. Вот нас атышып, пожалуйста, бізге кедергі жасап жатыр. Орысша сұраққа мысалы мынаған жауап бермейін деп жатыр. Өзі айтты. Мен сұрадым ғой, қай тілде келіп сұраса, орыс тілде немесе басқа шетелден айтып отыр ғой. Тек қана қазақша жауап беремін деп жатыр. Жарайды, сіздікі дұрыс болса жарайды. Ертең соттасамыз, ертең деп жатыр. Орыстар келсе, шетелдің адамдар келсе, қай тілде сөйлесін? Қазақша сөйлеймін. Қытай келсе де қазақша сөйлеймін. Өйткені қазақ тілі менің ана тілім. Естідіңіз сол. Тіліңді құрметтемеген еліңді құрметтемейді. Соңғы уақыттары өз жерінде, өз елінде қазақша сөйлеуге қысылатын жандарды көргенде ойланасың. Қазақтың қара жерінде қазақтың тіліне орын болмаса, онда қай жерде болу керек? Халқымыз бекер айтпаған, өнер алды қызыл тіл деп. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады дейді. Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді дейді. Тілін білмеген түбін білмейді дейді. Отан оттан да ыстық, ел іші алтын бесік деген. Ахмет Байтұрсынов ағамыз сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады деген. Мұхтар Әуезов атамыз ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тіл деп кеткен. Қазақ тілі ешкімнен рұқсат сұрайтын тіл емес. Бұл осы жердің иесі болған бабалардың тілі. Азаттық үшін қан төккен батырлардың тілі. Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік тілі. Өз елінде, өз тілінде сөйлеген адам ақталуы міндетті емес. Керісінше, ана тілінен безген адам өзінен өзі сұрау керек. Мен кіммін? Менің тамырым қайда деп. Тілінен айырылған ұлт тарихынан айырылады. Тарихынан айырылған ұлт болашағынан айырылады. Болашағынан айырылған ұлт жұрт болып қалмайды. Сондықтан қазақ тілі құрметтеу таңдау емес, бұл парыз. Ана тілін менсінбеу, ата баба аманатын менсінбеу. Есіңде болсын, қазақ жерінде қазақ тілі ешқашан бөтен тіл болмайды. Бөтен болатын өз тілінен безген сана. Тіліңді қорға, еліңді қорға, рухыңды қорға. Тілі бар ел, тірі ел. Тілінен ұялған ұрпақ емес, тілін ұлықтаған ұрпақ қана мәңгілік елді сақтап қалады. Бүгіннен бастап қазақша сөйле, қазақша ойлан. Қазақ тілін мәртебесін өз ісіңмен көтер. Ана тіліңді қорғау, ұлттың болашағын қорғау. Егер біз тілімізді сақтасақ, бізді ешкім жоя алмайды. Ендіше үнсіз қалма. Қазақ тілінің қуатын көрсет. Оны күн сайын қолдан. Кейінгі ұрпаққа аманат ет. Мәңгілік елдің тірегі де, жүрегі де қазақ тілі. Аман болайық.